Сәлем достар, сендермен бірге шалқыр кезде тұрмыз. Мен сіздерді келе жатқан жаңалды жылдарыңызбен құттықтаймын. Бүгін бізде Майнкрафт қала салу. Мен енді бұлай бастап қойдым, кешіріңіздер. Видеоны міне мынау мектеп салып отырмын. Не мынау менің үйім. Салып тастадым. Қараңыздар, бұны сіздерге сосын көрсете салам. Мынау типа базар. Ё-моё, базарда мына жерде топырлап тұр, аттар алам деп жатыр. Сапқа топырлап жатыр. Мынау мектеп, мен мектеп салып жатырмын. Мынау спорт залы. Енді бұл қаланы бір 30 серияда түсіремін. Енді чисто осы қала түсіре берем 30 серияға дейін. Сосын 30 сериядан кейін келесі видео айтпақтай 60 подписчикке нәрсе ғой. 15 лайк деген 15 лайктан асырып лайк басадар бар. Келесі видео 15 лайк дейін, нормально. Келесі бөлімін күтесіздер. Келесі бөлімде комментарийға жазып кетесіздер не салатынды. 15 лайк сіздерге түк емес. Тез басып тастап келесі бөлім. Сол 15 лайк бүгін басылса, балалар, келесі бөлімі тіпті бүгін де шыға салады. Так что смело лайк. Келесі бөлімін көргілеріңіз келсе лайк. Так что бүгін мен мектепті видео аз болады. 30 серия болғандықтан. Келесі видео аэропорт салам. Айтып кетіңіздер, аэропорт менде салынған жоқ. Бірақ аэропорт кетіңіздер. Мектепті аяқтап тастаймын. Мен күшкене видео қысқартайық. Мен спорт залды аяқтап болдым. Міне кетші бұл. Мына типа бұлай жүгіретін. Бұлай жүгіретін. Мыналардың бәрін ондай көтеретін типа. Ондай. Көтеріп атырым. Көрмейліміз наған не бар. Міне осындай. Мына не десеңіздер, боксерский енді мен досыма бермеңіздер. Мен жақында эксперимент жасайтын боламын. Осы Майнкрафт ойыннан. Бүгінгі балалар, бүгін бізде азақ видео болды деп ренжіп жүрмеңіздер. Неге аз шықты, неге анамның аз деп. Мен 5-6 көтерем. Спорт залда мен айтпақтай туалет жасаған жоқпын.
Tuvalet жасайық балалар. Туалет жасап кетейік енді соңында. Я балалар мен емейді салып болдым дәретхананы. Короче, мынау кірген бетте мынандай типа ағысып тұрған сияқты суы жүйені жетсем. Болды жамап шығамыз. Ал енді сіздермен болған шалқар кезі тарысы дейін. Енді мен сіздермен үйімді мектептің шатырына енді сіздермен болған шалқар кезі жайнашын жазылушыға бүгін лайк бір комментарий қалдырамыз. Сау болыңыздар.